Каналыма қош келдіңіздер. Суымызға етімізді салып қайнатамыз. Етіміз қайнап пісіңкіріп қалды деген кезде осындай көктерімізді саламыз. Асқабақ, картошка, перец, сәбіз салсаңыз да болады. Жиырма 30 минут өткеннен кейін қайнағасын піскен болса, мен етімді тексеріп қарадым. Ішекке тығылған сүр ет піскен, барлығын түсіріп алдым. Сүзгімен істесеңіз болады. Мен қолыма бірінші түскен сүзгімен сүзіп ыдысқа салып қойдым. Шұңғыл ыдысқа салып, етін шұңғыл покрывалмен орап, көрпешеге орап қойсаңыз, сол еттің шығарған кездегі ыстықтығын сақтайды. Бірақ маған турағанда ыңғайсыз болады, сондықтан нан бітем дегенше маған керек температураны жоғалтпайды. Сондықтан мен тек нанымызды сүзетін, піскен нанымызды сүзетін шайма дейді. Бір жерде біз нан деп айтамыз, маңғыстаулықта осы нанымызды сүзетін табақшамызға саламын. Міне уже сүзілген ет, нан сорпасы. Етімізді, көктерімізді түсіріп алғаннан кейін тұздығымызды жасаймыз. Сорпасын қалқып аламыз да тұздық дайындайтын ыдысымызға құямыз. Бұл жерде жуа, сәбіз, осыларды үстіне қызанағымызды салып, тұзы мен бұрышын салып, керегінше қайнатып аласыз. Слишком өлтіреді дейді, қалай жеткізерімді. Слишком сорпада бұқтырсаңыз да болады, слишком бұқтырмайды. Бір жалпы бұқтыр жағып, азған 2-3 минуттан кейін өше салсаңыз да болады. Ұрғылауышысы, дәмдеуіштеріңіз салсаңыз болады. Мен көбіне асханада осы қара перецті, қара бұрышты, тұзды, асып кетсе сарымсақты пайдаланамын, басқа ештеңе пайдаланбаймын. Мен бұл жерде қатырып қойған помидор қызанақты пайдаландым. Сіздер балғын күйінде, свежий күйінде туралған қызанақтарыңыз болса турасаңыздар болады. Тұздығымызды дайындағаннан кейін қамырымызды илеп осындай 2 дөңгелектеп жазып аласыз. Қамырға су, тұз, жұмыртқа, ұн қосып істейсіз. Керекті мөлшерлерінің бәрі описание бөлімінде тұр. Жаймамызды, жайма дейді, жайма деген ұнамайды, біз нан деп айтамыз, маңғыстаулықтар. Нанымызды бірінің үстіне осылай қойып, жұқа керек қалыңдығымызға келгенге шейін ысып алғаннан кейін осылай кесеміз. Осы кезде бір жеңгемнің сөзі есіме түсіп кетті. Сөйтіп нанын кесіп салайын деп жатсам, тұра мышка дейді. Не екен десем, біз семей шерепке жіберейін деп күліп жатырмын мен. Маңғыстауда да тап осылай кеседі деп, осылай кесіп салып жібергенсің. Басқа жерде қайтып кесетін қайдан білейін. Осылай бізде нан кесу. Нанымызды кесіп болғаннан кейін қайнап атқан сорпамызға манағы кесілген нандарымызды саламыз. Міне нанымыз пісті. Былғап атырған кезім нанымызды салып, былғап, сүттің ішіне емін-еркін нан батып тұру керек. Бұлдық болып қалады әйтпесе. Бұдан кейін нанымызды сүзгімен сүзіп, піскеннен кейін шығарып аламыз. Мына ет салатын табақшаға салдым.
нанды сүзердің алдында бір стақан мұздай су құйып жіберсеңіз болады. Шығарғаннан кейін нанымыздың арасы бірікпес үшін тұздықтан 1-2 жау құйып жібересіз. Осылай мен құсап. Араластырылған қамырымыздың үстіне етімізді, піскен көктерімізді қоямыз, безендіреміз. Солай өстіп сүрленген 5 бармақ жейміз. Былайша айтқанда ішекке тығылған маңғыстаулық еттен жеп қойыңыздар. Етті турау процесінде көрсеттім. Ішекті алып тастайды екен. Негізі мен алмай турайтын едім. Енді сол жыл білмеймін. Алып турағым келді, алып турап тастадым. Алмаймын, өзім жеймін. Қазақ етті тураған, бірақ майды турауға келген кезде жаңқалап тураған. Мынадай тіке қылып турамаған майды. Естеріңізде болсын, қазақтың салты. Міне майды жаңқалап турау деген міне. Ешқандай доска пайдаланбайды біздің Маңғыстауда. Басқа жақтан келгендер доска пайдаланады. Біз мүлдем доска пайдаланбаймыз. Қанша болса да осылай қолмен тураймыз. Майды жаңқалап турайды, етті тіке турайды. Қазақтың салты. Болғаннан кейін етіміз турап болғасын, үстіне тұздығымызды құямыз. Каналымызға лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.